балабақша мен қоштасу мерекесіне арналған шағын қойылым көлеңке театры. Кешкі уақыт шамдары болса сөнбеген, күнделікті тіршілікке үйренген бір отбасы кешкісін жиналыпты, отбасында оқиға болды күтпеген. Балам дәптерін алып анасына барады. Бұл емес менің қолым, босамайды әлі де, ас пісіріп, кір жуу, күтіп тұр әне бәрі де. Әкешім, бір минутқа қарашы, түсінбедім есепті, өзің оқып санашы. Кейін қоя тұр, футбол көріп алайын, қалып кетпес кітабың, кейінірек қарайын. Бір күрсініп балақай атасына қарады. Көмектеседі атасы, өйткені ол атасының баласы. Аташы, бір минутқа қарашы, түсінбедім есепті, өзің оқып санашы. Оқушыға бұрылған түрінен атасының баласы, шығарушы едім есебімді. Өзің бірақ қарашы, көзі дүргін сынып қалып, атаңның кетіп отыр мазасы. Соңғы үміті әжесі, жақындады үнсіз ғана, алдына қойып кітабын, деді бала ақырын ғана. Әжетай, бір минутқа қарашы, түсінбедім есепті, өзің оқып санашы. Түріңнен сол томпиған әжесінің баласы, оқушы боламын деп жүдеп қалды ботасы. Кітабыңды қоядыр, тамағыңды жеп алшы. Құшақты бағып кітабын мұңайып бала отырды. Еріксіз еске ол алды өзі барған бақшаны. Оқушы болған қиын екен, оны бұрын білмедім. Бұрынғыдай бақшада неге жүре бермедім? Ойын ойнап, ән салып, қызық күндер өтті ғой. Өмірдің заңы осындай, оқушы биыл болдым ғой. Ойынды енді қысқартып, сабаққа көңіл бөлемін. Мен Айзаданың тілегі, өз күшіме сенемін. Құрметті ата-аналар, оқушы балам болды деп ауыртпалық салмаңдар. Білім деген қиын жолда, әрқашанда қолдандар. Рөлді сомдағанда бала Рысбай Асылмұрат, Анасы Қабылбек Дария, әкесі Аян Ерасыл, атасы Серікбек Даниял, әжесі Жомарт Каусар. Ой жарайсың.